Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Біздер жұмыстан келіп шаруалап жатырған жайымыз бар. Мінекей австралиялықтың тауықтары. Мә жамбағын сақпай. Так, бір жұмыртқа туған. Осы жаңа мана болған жоқ, мына жайылды ғой. Мінекей. Мынаны алам, айналып кетеді. Инкубаторға жұмыртқа жинап жатыр мен. Жұмыстан келіп қоралардың бәрін реттеп жатқан жайымыз бар. Бұйыртса қыстыққа қазірден бастап дайындалып жатыр. Алла амандық берсін. Мына жердің бәрін шашылып жатыр. Өздеріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Қораны бұзып жатыр. Сіздерге кішігірім бір видео болсын деп түсіріп жатырмын. Так, мұнда аділер тауықтары тұр, мінекей. Енді бізде міне төбесін бәрін ашып, іші жап-жарық болды ғой. Сол ертең алла бұйыртса мына жақтан да терезе шығаратын боламыз. Мынандай айтпақшы, мынандай очкиге заказ қабылдаймын бұйыртса. Келе жатыр жолда. Аласы Орал қаласында болсаңыздар, сөйтіп хабарласыңыздар. Чисто Орал қаласының бойынша заказ қабылдаймыз. Так, енді бір алла бұйыртса мыналардың бәрін, тастарын бәрін далаға шығарып тастау керек болып тұр енді. Пока алдын бұзып мен жиі қойып қойдым, қараңғы түсіп жатыр. Қараңғыда енді жалпы 9:30 түседі ғой. Бұл жұмыстан шаршап келгеннен кейін бүгін кішігірім жерлерді реттеп, сондай жұмыстарын жасап жатыр. Қалай ойлайсыздар? Тауық қораны тастан салған жақсы ма, или USV-ден салған жақсы ма? Ойларыңызды комментария қалдырып кетіңіздер міндетті түрде. Просто тастан салсақ менің қорамның іші кішкентай болып кетеді. Көріп отқан шығарсыздар өзіңіз. Көріп отырсыздар ма? Так, төбеге итекті қышыма түседі. Сосын USV кетеді шығар төбеге де. Так, сосын қора мына жергеден қора түседі. Алла амандығын берсе осы жергеден қора болады. Сол, короче, осы жергеден қора болғанда тауық қораның ортасын бөліп тастау керек болып тұр ғой маған деген. Мен жағына аділер, мен жағына австралиялық, қысы жазы сондай тұратын. Соны қалай ойлайсыздар, USV-ден салған дұрыс па, или тастан салған дұрыс па? Тастан салсам, енді қараңыздар, орта бөлінбейді. Ортадан бөлетін болсам, мен жақта 50 см, мен жақта 50 см. Ортада қараңыздар. Тастың өзінің қалыңдығы, бос тастың өзінің қалыңдығы бір примерно 20 см-ден мен жаққа 20, мен жаққа 20 болғанда, қораның қисықты бар, сонымен өйтіп өйткенде,